Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмді әрі оңай дайындалатын тіске басар әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен қатпарлы нанды видеода көрсетілгендей етіп оқтаудың көмегімен жаямыз. Видеода көрсетілгендей менде ашытқы қосылған қатпарлы нан. Қамырды төрт бұрышты етіп жайған соң пышақтың көмегімен осындай полоскаларды кесеміз. Енді арнайы осындай темір конустарға қатпарлы нанымызды ораймыз. Егер аталған форма болмаған жағдайда фольгадан немесе пергамент қағазынан осындай форма жасауға болады. Енді кішігірім суға томат пастасын салып жақсылап араластырамыз. Осы сұйық массамызды қатпарлы нанымыздың үстіне кисточканың көмегімен жағамыз. Томат пастасының орнына табиғи сәбіз шырынын қоссаңыз да болады. Енді қызып тұрған духовкада 180 градуста 15 минуттай пісіреміз. Ол піскенше ішіне начинка жасаймыз. Кез келген салатты жасауға болады. Мен қияр, жұмыртқа және де кукурузаны қосып, осындай оңай салат жасадым. Барлығын турап, дәміне қарай тұз бұрыш қосып, майонез салып, жақсылап араластырамыз. Сонымен қатар аскөк қоссаңыздар да болады. Мен жасыл жуа қостым. Қатпарлы нанымыз піскен соң, алдын ала дайындалған салатымызды ішіне саламыз. Осымен тіске басарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.